Қайырлы күн, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша 9-шы практикалық сабағымызды бастаймыз. Категориялары менен ерекше түрлеріне байланысты алған білімімізді Блум таксономиясына негіздеп, түрлі тапсырмаларды орындау барысында қолданып, талдап көрейік. Мысалға, көшемшені категориялық мәнге ие болмайтын түрі дейміз. Салт сабақтылықты лексика-грамматикалық категориясына жатқызамыз. Түйгітісті категориялық мәнге ие бола алмайды. Есімшеде. Келесі рай грамматикалық категория болатын болса, етістік лексика-грамматикалық. Етіс болымды болымсыз лексика-грамматикалық. Жақ грамматикалық категория. Шақ ол да грамматикалық категория болып табылады. Келесі етіс түрлерін ажыратайық. Сөз осыған байланды дегенде, бұл жерде н деген жұрнақ бар, арықсыз етіс формасында жасалып тұр. Дастархан қайта жайылды, ыл деген бұл да арықсыз етіс формасы. Жалғасты дегенде с формасы ортақ етісті береді. Кесе қымыз ұсынылып арықсыз етісті береді. Басысты ортақ етісті береді. Ортақ. Жұтатып кетті, жұтат. Өзгелік етіс. Қырылды, арықсыз етіс. Шынықтырды, өзгелік етіс. Ұқтырды, өзгелік етіс. Сойғызып, бұл да өзгелік етіс. Қойғызып, өзгелік. Келесі болымды болымсыз етістіктерді көрсетейік. Жетпейді, болымсыз етістік. Тербетпейді, болымсыз етістік. Кетпейді, болымсыз. Өшпейді, болымсыз. Түспейді, болымсыз. Отырман, ма формасы болымсыздық мағынаны беріп тұр. Бос мақалдап, болымды етістік. Тұрман, болымсыз етістік. Зарлап, болымды етістік. Келесі тапсырмада салт сабақты етістіктерді бөліп жазайық. Ағады, нені ағады демейміз, ол салт етістік. Түседі, салт етістік. Ала қашқан, нені ала қашқан, сабақты етістік. Көрдім, нені көрдім, сабақты етістік. Ойладым, сабақты. Оңдырған, нені оңдырған, сабақты. Нені қалдырмас, сабақты. Келесі рай тұлғасын ажыратып, қай түр екенін көрсетейік. Мен тілейін дегенде, тілейін. Бұйрық райда тұр бірінші деп көрсетейік. Бұйрық рай. Екінші, сенде тіле, ол да бұйрық райда тұр. Жақсылық орнасын, ол да үшіншіде де бұйрық райда тұр. Осылай талдап көрейік. Ақыл тіле, бұйрық рай. Айдын тіле, бұйрық рай. Сен болмасаң, шартты рай. Не терем, ашық рай. Мәңгілікке бақытсыз өтерем, ашық рай. Өмірден бұл өксіменен өтерем, бұл да ашық рай. Қай күні менің тамамдалады, дастаным тамамдалады, ашық рай. Бітпесе екен, қалау рай. Бастадым, ашық рай. Биіктей берсін, бұйрық рай. Өкінбен, ашық рай. Өкінбеймін, рай формасында тұр. Бұны жауаппен тексеріп қарауларыңызға болады. Етістіктің қай жақта тұрған және сөйлемдегі қызметін көрсетеміз. Мысалға, тұрсын деген былай тұрсын. Бұл шағы. Жағы үшінші жақта тұр. Және сөйлемді тиянақсыз баяндаушы болып тұр. Баяндаушы дейміз. Алмайды, көтере алмайды. Бұл да үшінші жақ. Қызметі баяндауыш. Көтере алмайды. Бұл да үшінші жақ. Баяндауыш. Бірімін, бірінші жақ. Бірімін, бұл да баяндауыш. Көтере алмадым, бұл да бірінші жақ, баяндауыш. Бұл не дегенде үшінші жақ. Бұл да баяндауыш болады. Көтере алмадым, бірінші жақ, баяндауыш. Мұны жауаптарына тексеріп көрсеңіз де болады.
етістік қандай тұлғада жіктелгенде нөлдік тұлғада болатынын көрсетейік. Бірінші қара арғымақ арыса дегенде біріншіде шартты райда жіктеліп тұр. Шартты райда нөлдік тұлғада қолданылып тұр. Екіншіде қарға адам жер мың болар дегенде болар есімше тұлғасында жіктеліп тұр. Нөлдік тұлғада тұр. Нұр тайса шартты райда жіктеліп тұр. Бір көруге зар болар қайтер есімше тұлғасында. Өз білмегеніңді кісіден сұра бұйрық рай тұлғасында екінші жақта тұр. Үлкен болмаса кішіден сұра, бұл да бұйрық рай екінші жақта. Болмаса шартты рай үшінші жақта. Салмақты іс жатыр үшінші жақта. Қал етіс тұлғасында жіктеліп тұр. Деді ол шын жүректен дегенде, деді дегенде үшінші жақ жеде өткен шақ тұлғасында жіктеліп тұр. Мына жауаппенен тексеріп, өздеріңіз орындай аласыздар. Келесі талдау деңгейіндегі тапсырмаларды қарастырайық. Бірінші, етіс сөз тудыра ма дегенге байланысты пікірлерді салыстырып көріңіздер. Бірінші, Ахмеди Ысқақов етісте сөз тудыруда, форма тудыруда қабілеті болады деген пікір айтады. Аққал Қалыбаева Қасеновада да оны сөз жасам қосымшасына жатқызу керек деген пікір айтылады. Ал Исаев Абрайым Мамановтың пікірлеріне сүйене отырып, оны сөз тудыру қосымшасына жатқызуға болмайтындығын дәлелдейді. Оған мынандай дәлелдер келтірген. Себебі етіс жұрнағы грамматикалық абстракция жасай алмайды. Грамматикалық керісінше грамматикалық абстракция жасайды. Яғни бейне етіс тобына жаппай жалғанады. Сөз тудыратын жұрнақ сияқты өнімді өнімсіздік, құнарлы құнарсыздық сипаты болмайды. Соған байланысты сөз тудыратын жұрнақпен салыстырған кезде оның сөз тудыру қабілеті жоқ деген пікірді айтады. Етістің қанша түрін көрсеткен жөн. Қазақ тілінің грамматикасында Ысқақовтың оқулықтарында етістің негізгі, өздік, ақсыз, ортақ, өзгеріктен 5 түр көрсетіледі. Ал Исаевтың зерттеуінде негізгі етіс деген мәселені проблема етіп қойып, оны етістің бір түрі ретінде алуға болмайды деген пікір айтады. Етістік категорияларының айырмашылығы. Лексика-грамматикалық салт сабақты болымды болымсыз етістер лексика-грамматикалық болса, рай шақ таза грамматикалық категориялар. Атының өзі айтып тұрғанда лексика-грамматикалық категорияларда мағыналық рең үстеледі. Ал таза грамматикалық ондай мағыналық рең болмайды. Екіншіден, лексика-грамматикалық категорияларда түбірдің қасиеттері сақталады да, түбірдің кейін бірінші кезекте жалғанады. Грамматикалық категорияларда одан кейін барып жалғанады. Тақырып бойынша бірқатар тапсырмаларды орындадық. Назар қойып тыңдағандарыңызға